Сәлем достар, біз бүгін тез әрі дәмді дайын болатын Наполеон тортын жасаймыз. Ол үшін біз ең алдымен тестасын жасаймыз. Сүтпен бір жұмыртқаны әдемілеп араластырып аламыз. Содан кейін уксуспен соданы араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары май міндетті түрде жұмсақ болуы керек. Осыған мән беріңіздер. Келесі біз ұнды саламыз. Ұнды көп салуға болмайды. Қамырымыз әдемі жұмсақ болу үшін ұнды өзінің көз мөлшерімен өлшеп саламыз. Ал енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін сүтті отқа қоямыз, бірақ қайнатпаймыз. Жұмыртқа мен шекерді араластырамыз. Қантты жақсылап еру қажет. Жақсылап ерігеннен кейін үстіне крахмал саламыз. Крахмалды жақсылап араластырып болғаннан кейін отта тұрған сүтімізді ыдысқа құямыз. Бірақ сүт ыстық болғандықтан жұмыртқа пісіп қалмас үшін тезірек араластыру қажет. Бірінші ыдысқа құйып араластырып аламыз кішкене бөлігін. Екінші бөлігін ыдыста газдың үстінде тұрып, оттың үстінде тұрып араластырамыз. Міндетті түрде түбін қаттылап араластырып тұру керек, өйткені бірден дұрыс араласпай қалса түйіршіктеніп қалады. Және де соңында міндетті түрде майымызды саламыз. Міне креміміз дайын. Жасаған креміміз тез су мақсатында басқа ыдысқа ауыстырамыз. Бетін осылай пакетпен жабамыз міндетті түрде тигізіп. Және де тестамызбен жұмыс жасаймыз. Тестаны алып бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 бөлікке бөлінді. Әр бөлікті жайып, осылай домалақпен бірден кесіп пісірсеңіздер өздеріңізге оңай болады. Және де міндетті түрде вилкамен үстін басып шығу керек, өйткені піскен кезде қамыр көтеріліп, теста көтеріліп кетпес үшін вилкамен басқандарыңыз дұрыс. Менде таба үлкен болғандықтан бірден осылай екеуден пісіріп алдым. Міне біздің корждарымыз дайын. Енді тортымызды жақсылап жинаймыз. Тортымыздың бетін корждарды осылай үгітіп әсемдейміз. Міне біздің тортымыз дайын. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Ас болсын, сіздермен болған әсем әлем.